Қалаға қарасты елді мекендердің әлеуметтік жағдайын жетілдіруге ақсақалдар кеңесі мен ынталы топтар да үлес қосуы тиіс. Бұл туралы бүгін Сазды және Новый ауылдық округтерінде болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев айтты. Облыс басшысы ауылдағы мектеп, балабақша, дәрігерлік амбулаторияның жұмыстарымен танысып, жергілікті тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Кездесу барысында жұмыспен қамту, қылмыстың алдын алу, қоғамдық көліктердің үзіліссіз қатынауы және өзге де өзекті тақырыптар қозғалды. Әнуарбек Мырзатай әңгімелейді. Сазды ауылы қала аумағында орналасқан жағдайы тәуір елді мекендердің бірі. Мұнда келген облыс әкімі әдеттегіше әлеуметтік нысандарды аралаудан бастады. Жергілікті әкімшілік ғимаратында болып, бірнеше мемлекеттік ұйымдардың жұмысымен танысты. Кейін округ тұрғындарына медициналық қызмет көрсететін дәрігерлік амбулаторияда дәрігерлермен мұнда ем алып жүрген науқастармен сөйлесіп, жағдайын сұрады. Ал дәрі-дәрмек бағасының соңғы уақытта қымбаттай бастауына байланысты тиісті іс-шараларды қолға алу керектігін айтты. Бұл мәселені қала әкімі Бекбол Сағын айтып түсіндірді. Провизорлар ауылға қайттан өзінің жаңа мамандығымен ондай жеке не ашуға көбісі келмейді. Негізінде осындай елдерде осындай ашып қоятын болса, дәрісін уже жазып береді, рецептімен келеді де бірден осы жерден алып, халық андамында сен келмейді, бірден келіп осы жерден бірден шаруасын шешіп кете береді. Ал ауылдағы мектеп ғимараты жаңартуды қажет етеді. 1970 жылы салынған білім ұясына өткен жылы жөндеу жұмыстар жүргізілгенімен әлі де көңіл бөлуді қажет етеді. Бүгінде мұнда 700-ден астам оқушы білім алады. Ал жаңа мектепке қажеттілік туғанымен еліміздің білім және ғылым министрлігінің жоспарына кірмей қалған. Облыс әкімі бұл мәселені қолға алып, жаңасын тұрғызу жөнінде ойлану қажеттігін айтты. Мектеп мәселесі кейін жергілікті мәдениет үйінде тұрғындармен кездесу барысында да айтылды. Оны біз қазір қарастыруымыз керек, ойластырамыз. Бірақ енді қазіргі жағдайды біліп отырсыздар. Мынау дағдарысқа біз түсіп қалдық. Сондықтан енді қазір бюджетте де ақша тапшылы, бірақ біз енді көреміз. Ертең шешіп береміз, оны біз енді айта алмаймыз, бірақ осы өзіміздің қаржылай жағдайымызға қарай көреміз. Ауылда білім ұясынан өзге балабақшаға да сұраныс жоғары. Саздыға жақын орналасқан Бауырластар 1 және Бауырластар 2 елді мекен тұрғындары мектепке дейінгі ұйымның қажет екені туралы бірнеше жылдан бері айтылып келе жатқанын жеткізді. Бауырластар 1, 2, Сазды 2, мына Сазды поселкесі барлығының халқы күн санап өсуде, күн санап артуда. Бала көп, мектеп жасындағы және мектепке дейінгі балабақша жасындағы. Сол мектеп мәселесі жасты айтып кеттіңіз, оған қоса балабақша мәселесі өте бір тиімді жаңағы керек адам халыққа керек нәрселер. Енді тағы бір мәселеміз, сіз жаңа өздеріңіз жолдан өтіп келдіңіздер, қазір кішкене қар басып, шұқырларын бітеп, жол тегіс болып қалған шығар. Бірақ енді кемінде мен ар жағын білмеймін, бір 10 жылдың ішінде бұл жол жөндеу көрген жоқ. Жылда жамалат, ой-қойықтар, жараның бетін дәрі жаққан ұсап. Сол, басқа жол жөнделмейді. Балабақшаны біз ертейміз, көрейік. Қаланың әкімі Бекбол Обайдолланы тапсырма берем, оны көреміз. Мүмкін өзіміздің бюджеттен, мынау енді қаланың қасында тұрған елді мекен болғаннан кейін оны көреміз. Келесі айтқан мәселеңіз жол мәселесі. Жол деген, шынын айтсам, ол тек қана мынау қаланың қасында тұрған сіздің ауылға ғана байланысты емес. Мен енді мынау біраз аудандан аралап қайттым ғой, анау Шалқар, Мұғалжар, Байғайн аудандарында аудан мен ауданның арасында жол жоқ. Қазір ең бірінші кезекте сол аудандардың арасындағы жол жасауымыз керек. Олар о жақта да сіздер сияқты халық тұрады. Олардың да араласқысы келеді. Олар да ауданның орталығына барғысы келеді, облыстың орталығына барғысы келеді. Но бірақ жаңа өзіңіз айттыңыз, мына жерде жол басталды деп. Оны біз енді соңына дейін жеткіземіз. Қаланың әкімі бақылауына алады. Кездесу барысында Сазды ауылдық округінің тұрғындары облыс әкіміне түрлі сауалдарын қойды. Сұрақтар негізінен жұмыспен қамту, қоғамдық көліктердің қатынауы, жол салу төңірегінде болды. Жаңағы пенсионер мен студенттердің жаңағы автобусқа мінетін ақшасын алып тастады. Ал енді ол жақсы, біз енді айына бір рет біз неге барамыз ба, больницаға барамыз, айтып қыдырып бармаймыз ғой енді. Үлкен кісі болғасын, отырға көрінесің, бәлен түген. Ал енді мұны студенттерге қиын ғой. Зейнеткерлер болсын, студенттерге болсын, жолға төлейтін ақшаны алып тастаған жоқпыз. Ол бір. Екінші, жаңа өзіңіз айттыңыз. Сіз енді айына көп болса 1 рет барарсыз, 2 рет барарсыз. Соған байланысты ол төлену керек. Кейбіреулер осы неге көлікке мінбейді. Ол екінші. Кейбіреулердің өзінің жеке көлігі бар. Біз оларға неге төлеуіміз керек? Әр нәрсе төленетін нәрсе. Кімге қажет, кімге керек, соған төлену керек. Мысалы, сізге керек па? Сізге төлейді. Қазір енді мына қала әкімшілігі соның барлығын есебін жасады, солай төлеп тұрады. Дәл осындай студенттерге де.
Ауылда соңғы кездері мал ұрлығы көбейген. Жыл басынан бері 4-5 ірі қара қолды болған. Бірақ ұры қара әлі анықталмай келеді. Бұдан өзге түн мезгілінде жол бойындағы газ құбырынан үйлерге жылу келмей қалу себебі де жұмбақ күйінде қалып отыр. Ал қаскүнемдерді табу үшін ынталы топ құрайық деген халық ұсынысын ауыл әкімі елемеген. Осының барлығын ашумен жеткізген тұрғындар учаскелік инспекторлары мен ауыл әкімі Ықсан Дисекушке қатысты шағымдарында жасырмады. Облыс әкімі инспекторларды орындарынан тұрғызып халыққа жауап беруін талап етті. Ал округ әкіміне халыққа мейлінше жақын болу керектігін қатаң ескертті. Сондай-ақ ұрлық қарлықпен жолдардың жағдайы және жарықтандыру мәселесін шешу жолдарын Ақтөбе қаласының әкіміне тапсырды. Облыс әкімі Сазды су қоймасына аялдап, су шаруашылығына жауапты су шаруашылығы мекемесінің есебін тыңдады. Одан соң Новый селолық округіне бет алған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алдымен қалалық жас туристер станциясына аялдады. Бұл ғимаратқа жақында қоныстанған ұйым алдағы уақытта жаңа нысанға көшпек. Қазір сметалық жобалық құжаттары дайындалуда. Туризмді дамытуға көп көңіл бөлу қажет деген облыс әкімі кейбір кластарда болып балалармен сөйлесті. Жаздың күндері шығасыңдар ма бір жаққа? Жорыққа шығамыз, экспедицияларымыз бар. Каргалинский водохранилище бар ғой. Жартастарға өрмелейміз. Бізде таулы аймақ болмағандықтан енді осындай амалдар тауып. Көрші облыстарға барасыңдар ма? Барамыз, Шымкентке барамыз, Алматыға барамыз. Алдағы уақытта жаңа қоныс ауылында балалар шығармашылығы үйі ашылмақ. Бұрынғы мектептің ғимараты осы мақсатта қолданылады. Қазір түрлі үйірмеге қажетті бөлмелер мен мәжіліс залы, концерт залдары жасақталып жатыр. Ғимаратты аралап көрген облыс әкімі қолға алынған іске оң бағасын берді. Оқушыларға арналған шығармашылық үйінен басқа ауыл тұрғындарында ұсыныстары бар. Яғни бұқаралық спортты дамытуға арналған. Ол үшін қазір инфрақұрылым жасақталып жатыр. Жобасы да дайын. Селолық округте 20-ға жоқ шаруашылық құрылымдар мен егін-егумен айналысатын қожалықтар бар. Мұнда пайдаланылмай жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару үшін арнайы құрылған комиссия жұмыс істеуде. Жайдың проблема и сосын шабындық шөптер жоқ. Сатып алады. Сол сатып алғандықтан енді 150 бастан әрі қара. Облыс әкімі Бердібек Машбекұлы ауылдағы дәрігерлік амбулаториямен 1 қыркүйекте ашылған жаңа мектепте болды. Әлеуметтік мекемелердің жағдайымен танысты. Кейін осы білім ұясында күткен ауыл ақсақалдарымен кездесті. Жүздесу барысында тұрғындар қалыпты өмір сүруге қажетті жағдайдың жасалғанын айтып, әлі де болса шешімін табуы тиіс мәселелерін де жеткізді. Олардың қатарында ауыл ішілік жолдардың жағдайы, көшенің түн мезгілінде жарықтануы, аялдамалар санын көбейту мен тағы басқа сауалдарын қойды. Облыс әкімі барлық сұрақтарды тыңдап жауап берді. Әрине, сіздер енді мына қаланың қасында тұрғаннан кейін жаңағы айтқан мынау бір көшені жолдарыңызды жаңағы негізгі жолға шығатын оны қарауымыз керек. Енді мына қаланың әкімі Бекбол бәрін тыңдап тұр, қарайды. Бірақ ағайындар жаңа айттым, тағы да қайталап айтамын. Оның барлығы қаржыға байланысты. Біздің қазіргі таңдағы мынау дағдарысқа байланысты ең негізгі міндетіміз мына сіздердің алып жатқан әлеуметтік төлемдеріңізді уақытысында төлеуіміз керек. Екінші, жұмыс істейтін адамдарды жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек. Олар уақытысында жалақысын алсын, одан кейін өзінің жанұясын асырасын деген. Одан кейін барып қалған мәселелер. Екі бірдей селолық округтерде болып, ондағы әлеуметтік жағдайлармен танысқан облыс әкімі халықпен кездесу барысында жұмыла жұмыс істеуге шақырды. Сол кезде ғана дағдарысты еңсеріп, елдің тұрмысын одан әрі жақсартамыз деді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.